Сәлем! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз киім дүкенінде. Бүгінгі сабағымызда әртүрлі киім атауларын айтып үйренетін боламыз. Бұл жейде. Жейденің жағасы бар және жеңі ұзын болады. Сонымен қатар жеңі қысқа түрлерде болады. Ал келесі киім бұл костюм. Костюм ерлердің де, әйелдердің де киімі болып табылады. Ал бұл шалбар. Бұл галстук. Ал бұл белдік. Ал бұл футболка. Футболканың жағасы жоқ және жеңі қысқа болады. Сонымен қатар футболка ерлердің де, әйелдердің де киімі болып табылады. Ал бұл белдемше, юбка. Ал бұл көйлек. Бұл спорт киімі. Спорт киімі ерлердің де, әйелдердің де киімі болып табылады. Ал енді жылы киімдерді үйренейік. Бұл жемпір. Бұл күртеше немесе куртка. Ал бұл тон. Бұл бас киім. Ал бұл қолғап. Ал енді жаңа сөздерімізге қатысты тапсырманы орындайық. Экрандағы жігіт қандай киімдер киген? Дұрыс, ол футболка киген және шалбар киген. Ал бұл қыз қандай киімдер киген? Дұрыс, ол пиджак киген, жейде киген және белдемше киген. Ал бұл жігіт қандай киім киген? Дұрыс, ол спорт киімін киген. Жаңа сөздерімізге қатысты екінші тапсырма. Киімдер мен олардың атауларын сәйкестендір. Тапсырманы қаншалықты дұрыс орындадың? Өзіңді тексер. Жарайсың. Ал енді үшінші тапсырма. Диалогты мұқият тыңда. Сәлем, бүгінгі күнің қалай өтті? Сәлем. Бүгін анаммен бірге киім дүкеніне барып, жылы киімдер алдық. Сонымен қатар әкеме, сіңіліме, ағама арнап сыйлықтар алдық. Мәссаған, қандай киімдер алдың? Өзіме бас киім, қолғап және куртка алдым. Ал анам өзіне жемпір алды. Әкеме арнап шалбар және қысқа жеңді жейде алдық. Ағама пиджак және галстук сатып алдық. О, керемет екен. Білесің бе, көптеген дүкендерде киімдерге жеңілдіктер жүріп жатыр екен. Сіңіліме 30% жеңілдікпен әдемі көк түсті көйлек алдық. Тағы қандай киімдерге жеңілдіктер жүріп жатыр екен? Көбінесе жазғы киімдерге жеңілдіктер жүріп жатыр. Тиімді бағада белдемше, көйлек және футболкалар бар. Жақсы екен. Менде киім дүкеніне барып, бірнеше киімдер сатып алуым қажет. Мен сапалы киімдер сататын киім дүкенін білемін. Өзіме де жылы киімдерді сол дүкеннен алдым. Ол дүкеннен сен де өзіңе ұнайтын киімдер таба аласың. Дүкен қайда орналасқан? Мега сауда орталығында. Рахмет, міндетті түрде барып көремін. Жарайсың. Ал енді диалогқа қатысты мына сұрақтарға жауап бер. Әсел өзіне қандай киімдер сатып алды? Дұрыс, ол өзіне күртеше, қолғап, бас киім алды. Екінші сұрақ. Әкесіне арнап не сатып алды? Дұрыс, шалбар және қысқа жеңді жейде сатып алды. Үшінші сұрақ. Анасы өзіне не сатып алды? Дұрыс, жемпір сатып алды. Келесі сұрақ. Ағасына арнап не сатып алды?
Дұрыс, костюм және галстук. Соңғы сұрақ, сіңілісіне арнап 30% жеңілдікпен не сатып алды? Дұрыс, көк түсті көйлек сатып алды. Ал сіз дүкен аралағанды жақсы көресіз бе? Осы сұраққа жауап беріңіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Кездескенше.